Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай жұп-жұмсақ әрі дәмді қызыл барқыт тортының рецебімен бөлсемін. Бұл торт өзім тапсырысқа жасап жүрген, бір жасағаннан шығатын ең өтімді торттардың бірі. Рецебі ұнаса каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Бұл торттың толық рецебі видеоның астында описание бөлімінде көрсетілген. Бөлме температурасында тұрған сары майға 2 жұмыртқа және қоюлатылған сүт, яғни сгущенка қосып араластырамыз. Алдын ала електен өткен ұнға 1 қасық қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосып, осыны араластырамыз. Осының үстіне ас бояуын, яғни пищевой красительді қосып, оны ары қарай миксермен миксерлейміз. Достар, видео ұнаса каналға тіркеліп, оны құрбыларыңмен бөлісуді ұмытпа. Осындай қоюлықтағы массаны 4 бөлікке бөліп, бір формаға 4-5 қасықтан салып жайып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 6-7 минуттай пісіріп аламыз. Осындай жұп-жұмсақ үлпілдек болып пісіп шығады. Енді креміне 250 грамм творожный сыр, 100 грамм сахарная пудра және 500 грамм сливки қосып миксерлейміз. Кремнің жасалу туралы видеоның сілтемесі каналымда көрсетілген. Енді артық қалған қамырын осылайша ұсақтап, шет-шетіне жағып шығамыз. Тортымыздың бетін өз фантазиямыз бойынша әртүрлі жемістермен, тәттілермен осылайша әсемдеп шығамыз. Достар, алдағы уақытта каналыма хит торттардың, ертегі кейіпкерлерімен жасалған торттардың, мысалы Маша Медведь тортының жасалу үлгілері видеосы каналыма шығатын болады. Достар, видеоны өткізіп алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Кондитерлікке қызығатын қыздарға кондитерлікті қалай нөлден бастауға болады, қандай құралдар қажет және торттардың түрлі құпиялары туралы видеолар каналымда арнайы көрсетілген.